Сәлем арна көрермендері, осы қазақша арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алдын пікірлеріңізді қалдыра кеттіңіздер. Сонымен Қазақстан Ресейге мобилизациядан қашқан азаматтарды қайтаратын болды. Себебі оларға халықаралық іздеу жарияланып жатыр. Қазақстан Ресейге мобилизациядан қашқан азаматтарды қайтаратын болды. Қазақстан Ресей Федерациясына азаматтарды мобилизациядан қашқан тізімдегі азаматтарды қайтарады. Себебі оларға халықаралық іздеу жарияланған. Бұл туралы брифинг барысында Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов мәлімдеді. Егер бұл қылмыстық құқық бұзушылық болса, бүгін Ресей тарапынан да біздің тарапымыздан да күн сайын Минск конвенциясы аясында және біздің парламенттеріміз ратификацияланған құқықтық көмек көрсету аясында ұстап беру жүргізілуде, деді Ахметжанов. Сонымен қатар Қазақстан Ішкі істер министрлігі басшысы Ресей Федерациясынан ішінара жұмылдыру жариялау үшін елге 98 мың ресейлік кіргенін атап өтті.